Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте оңай, 15 минутта осындай пышный болып, жұмсақ болып шығатын бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін достар. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шыққан. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранымызға содамызды салып, жақсылап араластырып, 2-3 минуттай қойып қоямыз. Осылай көпіршіп, реакция пайда болуы қажет. Оның үстіне тұзымызды, бір жұмыртқамызды және өзіңіздің қалауыңыз бойынша құмшекерді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, қолымызбенен жұмсақ етіп қамырлейміз. Қолымызға осылай сұйық майымызды құйып алып, қамырымызды илеп шығамыз. Бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Бізде 5 минут өтті, қамырымызды бөліктерге бөліп алып, оқтауымызбенен жайып шығамыз. Достар, осы әдіспен жасасаңыздар, 15 минутта бауырсақтарыңыз дайын болады. Егер үйіңізге бірден қонақ келіп қалған болса, дәл осы рецептпен жасап, қонақтарыңызды қуантыңыздар. Қамырымызды жайып аламыз, достар. Домалақ етіп кесіп аламыз. Немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Келесі алдын ала қызып тұрған майымызда орташа отқа қойып, қызарғанынша пісіріп аламыз. Қараңыздар, достар, өте пышный, домалақ болып шықты. Кейде дрожь салған болсаңыз да осылай көтерілмейді, достар. Осы әдіспен сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Достар, осымен біздің өте керемет, пышный болып, жұмсақ болып шығатын және ешқандай дрожьды қажет етпейтін бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер менің арнама жазылмаған болсаңыздар, менің арнама жазылып, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.